Ақтырнақны ауылда бүтін кіші біле. Күні бойы егірі ол, күні бойы үрі, бүтін нәрсеге де әлгірі. Өзінің оңғандығын әр жерде сездірі. Үрі күбәләклерге, үрі тауықларға, су бойына барып үрі балықларға, машина артынан үрі шаба, үрі үшін сәбәпіне әр шақ таба. Ақтырнақ ауылда ең алдыңғы ітлерден санала, қысқасы данала. Бір заманны ауылны бүрі иері келіп баса. Мал туарының хәлі қиынлаша. Нишлер қасын, өлем яқынлаша. Шол шақта өзлерін өзлері аямыша, өлем қорқынышына қарамыша, ауылдағы барлық етлер дәррәу көтерілелер, шаугыр келелер, ғұмыр үрмәген етлер де үрелер. Бүрілерге қаршы дәхшат болып топланалар, хүжім етушілерінің құтларын алалар, мал туарыны құтқаралар. Ақтырнақ. Ақтырнақ қиырығын қыса да, ұясына кіріп бұса. Эшаның біләңіне бітмей, көп тә өтмей, бүрілер ауылдан кету білән, ітлер өз йыртларына таралып біту білән, Ақтырнақ секіріп шыға. Қазір енді ұлы ашыға. Орам бойлап жүгіре башлай, әліккіден де қатырақ үре башлай. Ол біле, көршіз бада батырларыны бөләклеу турында сөз бара. Бек ашық бұл мәселенің моралі. Мұндай Ақтырнақлар бізде де бар әлі. Хиш есепсіз сусағандар бір вақыт түлкі хам кеже. Бір етім суда табылмай, білмейлер нешлерге де. Ізли тұрғаш, еске ташландық бір құйы таптылар. Бек терен ме? Суы бар ма деп құйыға бақтылар. Бек терен түгел, суы бар. Болды бейділер, тілек. Енді соң нешлерге бізге? Су алырға yok шелек. Түлкі бір қайла білендір, секіріп түшеде су үше. Түлкі артынан кәжеде дөп етіп секіріп түше. Әр ikisi суға тұйдылар. Керек мейінді су. Су білән іш бітмей бейт. Мүмкін түгіл мұннан шығу. Түлкі айтты. Ей, кәже. Аяқ ұра басын әлік. Мен шығарырмын сені өзім әлік секіріп мініп. Кәже сөзсіз басты. Түлкі үстіне секіріп міне, кәже үстінен секірді яқты дүния үстіне. Енді дос мені шығар деп телміріп кәже күті. Түлкі, ей ақмақ кәже, кейде құйы янынан кейде. Аузына сұяқ қапқан бір ет, көпірден шыққанда суда өзінің шәулесін көрді. Көрді де таң қалды. Шәуледегі таның кебек аузына сұяқ қабып, егіріп бара екен. Қарай тұрғаш судағы еттің сүйегі зорырақ, майлырақ, тәмлірақ тұйыла башлады. Шынлықтан өзінің аузындағы сүйекні түшіріп жіберді де, өзі шәуледегі еттің сүйегін алмақшы болып суға секірді. Лекен ол арада енді аузындағы сүйегі де су түбіне кеткен еді. Ей, мапмай! Болғанына қанағат етсең, қазір тамағың тұқ. Көңілің көр болыр еділі. Юққағына халықта азға қанағат етмеген көбін көрмес деген әйтім жүрмейдір шол.